Отбасының бұзылуына ауыздан жағымсыз иістің шығуы да алып келуі мүмкін. Бір клиникалық жағдайды айтып берейін. Жақында бір жас жігіт приемға келді. Мастурбация көп жасайтынын айтты. Бір аптада 5-6 рет мастурбация жасайды. Үйленгенсің ба деп сұраған кезде, үйленген, көп балалы отбасы. Неге мастурбация көп жасайсың деген кезде, жыныстық қатынасты қаламаймын, әйеліммен болғанды қаламаймын дейді. Неге қаламайсың деп сұраған кезде, әйелімнің аузынан жағымсыз иістер шығады дейді. Сол жағымсыз иістен қатты жеркенем, одан да мен мастурбация жасай салған маған жеңіл деп өз-өзін ақтап жатыр. Енді әйеліңізге жағымсыз иістің бар екенін айтпайсың ба деген кезде, мен айтамын, бірақ айтқан кезде екеуміз ұрысып қаламыз деп жатыр. Сол себепті әйел адамдарға да, еркек адамдарға да айтарым, жеке гигиенаға аса мән беріңіздер. Жыныстық қатынасты бұзатын жеке гигиена отбасында бұзылуы мүмкін.